Дастан Сатпаев Челси командасының алдағы матчтарына шақырту алды. Ассалаумағалейкум ағайын, бұл 90 минут YouTube арнасы. Бүгін біз отандасымыз 17 жастағы Дастан Сатпаев туралы әңгіме жаңалық айтатын боламыз. Бұл видео шығам дегенше бұл жаңалықты Instagram немесе TikTok желісінен көріп қойған шығарсыздар, алайда мен бұл жаңалықты тарқатып тұрып айтып беретін боламын. Лондондық команда алдағы оқу-жаттығу жиынына арналған құрамын шығарған болатын. Бұл құрамда әрине өте көп топ ойыншылар бар. 25 ойыншыдан жиналған құрамға біздің 17 жастағы Дастан Сатпаев енді. Кейбір басылымдар мен жанкүйерлер Джованни Кенда қайда деп жатыр. Енді айтулардың да себебі орында. Португалиялық футболшыны Челси клубы 50 миллион евроға сатып алған еді. Алайда Дастан Сатпаев 19 жастағы футболшыға мен ойнайын да деп өзі құрамға кіріп алды. Әрине отандасым жайдан жай кіріп кетті деп айту өте орынсыз. Себебі Дастан Сатпаев Челси клубының жаттығуында өте жоғарғы деңгей көрсетіп, Хаби Алонсодан мақтауда естіген. Кейбір Челси клубының фан парақшалар Дастан Сатпаевты 17 жастағы балаға ұқсамайды деп жатыр. Себебі Дастан Сатпаевтың физикасы, ақыл-ойы, таланты енді жоғарғы деңгейде. Енді суреттен, видеолардан қарап жүрген шығарсыздар, Дастан Сатпаевтың білегі және де аяғындағы күштері, білегіндегі күштері өте жақсы дамымаған. Тфай деп қояйық. Отандасымыз осыған дейін Челси клубының 2 жабық матчына қатысқан болатын, және де 2 матчта да екінші таймда қосылған болатын. Лондондық команда осы 2 матч аралығында 3 гол салып жеңіске жеткен болатын. Ал алдағы уақытта Дастан әлемнің ең мықты клубтарымен күш сынасатын болады. Ол мықты клубтар кімдер деп жатқан боласыздар? Мен айтып берейін. 28 шілде күні Сидней Уандерерс атты командаға қарсы ойнайды. Жергілікті аустралиялық команда. Ал 1 тамыз күні лондондық дерби орын алады. Тоттенхемге қарсы матч. Әлем чемпионатында ойқастаған қорғаушылары бар. Спенс, Ромеро, сондай-ақ Педро Поррос сынды клубтарға қарсы Дастан Сатпаев ойнайтын болады. 5 тамыз күні Ювентус клубына қарсы ойнайтын болады. Атақты туриндік кезінде Криштиану Роналду, Зидан сынды олы ойыншылар ойнап кеткен клуб. 8 тамыз күні 7 чемпиондар лигасын жеңген атақты аңыз клуб Миланға қарсы матч өтеді. Ал 9 тамыз күні Джохар клубына қарсы матч болады. Енді ең бастысы бұл енді 15 тамыздағы матч. Неге десеңіздер, 15 тамыз күні Челси клубы Стэнфорд Бриджде Реал Сосьедадқа қарсы матч өткізетін болады. Енді аңызға айналып кеткен атақты Стэнфорд Бриджде Дастан Сатпаев матч өткізетін болса, әр қазақтың қуанышы көкке жетеді деген ойдамын. Енді бұның өзі деңгей емес пе? 17 жаста, 18 жаста осындай деңгей көрсетіп жатсаң, 25-30 жаста сен енді әлемнің үздік ойыншысы болуына тілектес боламыз енді Дастан. Осы атақты клубтарға қарсы Челси клубы жаздағы оқу-жаттығу жиынын өткізетін болады. Дастан Сатпаев енді екінші немесе бірінші таймда да алаңға шықса біз енді қуанамыз, себебі бұл тізімнің өзіне енудің өзі өте көп еңбекті талап етеді. Бұның өзі деңгей 17 жастың өзінде. Жалпы кейбір басылымдардың хабарлауынша Дастан Сатпаевқа Хаби Алонсоның ойы өте тура секілді. Себебі Дастан Сатпаев жаттығуларда өте көп еңбек етеді. Сондай-ақ жаттығуларда Хаби Алонсоның айтқан нұсқаларын дәлме-дәл орындайды екен. Осылайша ағайын біздің видеомыз аяқталды. Қысқа нұсқа болды деген ойдамын. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуіңізді сұраймын. Біздің алтын бала Дастан Сатпаев осындай бізге қуанышты жаңалықтарды сыйлап, қуанышымызды көкке көтеріп жүре берсін. Қазақстан алға!